Қазақ тіліндегі сапалы қазақша мультфильмдер YouTube арнасы ұсынады. Еркіндік сыйладым дейді. Яғни сиыр ешкімдікі болмаған ғой. Әнуар оны асырап алды. Енді бұл сиыр соныкі. Әнуар оқыпты қожайын. Соған бұйырған екен. Мен жақсы қожайынмын. Еңсеміз ғой менікі. Маңайдағы ең жүйрік атта менде ғана. Бұл менің сиырым. Қаласам қуып шығам, әйтпесе шұжық жасаймын. Болмаған! Осылай. Тоқтатыңдар. Қане доғарыңдар. Тоқтат! Сиыр ең жайлы қожайынға бұйырады. Ертең менің 3 сұрағыма жауап бересіңдер. Сөйтіп қайсың артық екеніңді анықтаймыз. Я, кімнің үздік екені онсыз да белгілі. Опасыздар, қарақшылар. Мұса, уақытын бос жібермей, бәрін келістіріп қоймақшы болды. Ал егер алмай қойса ше? Маңайдағы ең жүйрік атта менде ғана. Бұл менің сиырым. Қаласам қуып шығам, әйтпесе шұжық жасаймын. Төреші Әнуарды аяп, сайыста көмектеспекші болды. Бірақ ол өте әділ адам болатын. Дайын жауаптар. Бірінші сұрақ, екінші, үшінші, енді жеңіс менікі. Әрі тегін. Дайынсыңдар ма? Бірінші сұрақ. Дүниедегі ең құнарлы не нәрсе? Мұсаның қойлары шығар. Рахмет, Әнуаржан. Бірақ ең құнарлы нәрсе ол жер ана. Мұсаның жауабы дұрыс. Екінші сұрақ. Дүниедегі ең жүйрік нәрсені ата. Мұсаның аты ең жүйрік болар. Бәрінен жүйрік ол адамның ойы, бірақ сенің ойың емес. Үшінші сұрақ. Дүниедегі ең әдемі нәрсені ата. Ең әдемі ол güzel. Ақымақ екенсің, Әнуар. Ең әдемі нәрсе ол адал адамның жан дүниесі. Мұна менікі сияқты. Тағы да жеңілдің. Сиыр менікі. Ауылдағы ең ақылды адам менмін. Бірақ мұна Әнуар секілді милауды жеңу үшін ақымақ сиырдан сәл ақылды болсаң да жеткілікті. Ал мұны тексеру керек екен. Шынымен Мұса? Сен сиырдан ақылды мекенсің? Дайындалыңдар. Әнуар? Бер кел, маған кел. Ей, Мұса, неғып тұрсың? Солға бұрыл. Мұса оң жақтың қайда екенін білмей. Оңға бұрыл. Ой, шымай. Шелекті әкел. Ақылды менің.
Musa şelekte sıpırtқыдан айыра алмайды екен. Қожайын сиырынан ақымақ болмау керек. Оны өзің де түсінесің ғой, Мұса. Әнуар, сиыр сенікі. Әнеки. Ал Мұса басқа ауылға көшіп кетті. Себебі ол жердегілер оның сиырдан да ақымақ екенін білмейтін.